Дәл қазір әлемде экономикасы Қытайға толықтай тәуелді екі мемлекет бар. Оның бірі Солтүстік Корея болса, екіншісі Ресей Федерациясы. Қалайша дерсіз? Қазір түсіндіреміз. Сәлем, YouTube-та қарапайым экономика бағдарламасы, оның жүргізушісі мен Нұрғиса Қыдырбайұлы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Ресей Федерациясының экономикасы Қытайға қалайша толықтай тәуелді болып қалды деп аталады. Статистика, нақты мәліметтер, шынайы ақпарат. Видеоны соңына дейін көріңіз, ал біз бастаймыз. Жақында ғана Қытайда сайлау өтті. Компартияның жаңадан сайланған ескі басшысы Си Цзиньпин мырза өзінің шетелге жасаған алғашқы іс-сапарын Ресейден бастады. Осыдан 10 жыл бұрында Си мырза өзінің алғаш сайланған кезінде іс-сапарын Ресейден бастаған болатын. Алайда бұл жолы Ресей тәуелсіз мемлекет емес, Қытайға тәуелді, Қытайдың бір бөлігі сияқты, Қытайдың бір провинциясы сияқты ой қалдырды. Себебі Путин мен Си мырза екеуі осыған дейін 40 реттен астам рет кездескен болса да, бұл жолы үлкен ерекшеліктерге толы болды. Путин Қытай Компартиясының басшысының алдында өзін емтихан тапсырып жатқан студент сияқты ұстады, ұзақ есеп берумен болды. Бұған себепте жоқ емес, себебі Ресейге шетелден келетін тауарлар, яғни импорты былтыр 259 миллиард долларды құраған болса, ондағы Қытайдың үлесі 30%-ды құраған. Европа санкцияларынан қысылып жатқан Ресей Қытайдың аяғына барып жығылуда. Ал Ресейдің Қытайдың сыртқы саудасындағы үлесі бар болғаны 2%-ды құрайды. Анығында Украинадағы соғыстан қазір Қытай пайда табуда. Ресейді ашса алақанда, жұмса жұдырығында ұстап отыр. Ресей Қытай тауарларының үлкен базарына айналып келеді. Дәл қазір орыстардың сатып алу әлеуеті төмен болса да, экономикалық жағдайы өте қиын болса да, Қытай оларға арзан әрі сапасыз тауарларын жасап сатуды әрі қарай жалғастыруда. Екі елдің сауда-саттық саласында өте үлкен өсім байқалады. Мысалға, 2021 жылы 247 миллиард долларды құраған болса, 2022 жылы 290 миллиард долларға сауда жасасқан екен. Негізінен Ресейдің Қытайға сататын тауары ол 3 тауар, олар мұнай, газ және көмір. Дәл қазір Ресейдің бюджетінде дефицит байқалады. Бұған әсер етуші негізгі күш әрине бұл Европа мен Америка құрама штаттарының Ресейге салған санкциясы болып табылады. Соған қарамастан Қытайға мұнай менен газдың саудасы Ресейде қыза түскен. Мұнай әлдеқайда арзан бағада сатылып жатыр деген ақпарат тараған болатын, ал газдың Қытайға қарай арзан сатылып жатқанын Ресей тарапы ресми түрде мойындаған еді. Бұл әрине Мәскеудегі Мосбиржада анық сезілді. Анығырақ айта кететін болсақ, Мәскеудегі Мосбиржада юаньның саудасы 10 есеге дейін өскен байқалады. Ал Америка құрама штаттарының долларына шаққандағы рубльдің құны 83 рубльге дейін жетіп, ресейлік рубль құлдырай түскен. Кей азаматтар қытайлық юань Ресейді бұл дефициттен, бұл кризистен құтқарады деп есептейді. Алайда экономист мамандар бұған қарсы пікір айтады. Өйткені юань менен сауда байланысы Ресейге тек Қытай менен сауда жасасуға ғана пайдалы болмақшы. Ал басқа елдермен, мысалға айтатын болсақ, орталық Азия елдері юаньды сауда жасауға қолайлы валюта ретінде қарастырмайды. Оның ішінде Қазақстан, Өзбекстан, тіпті Қырғызстанда. Ал Ресейге не дегенмен де дәрі-дәрмек керек, басқа да техникалық заттар, басқа елдермен сауда жасасу керек. Ал ол үшін франк, евро, не болмаса доллар оларға міндетті түрде қажет болады. Дәл қазір Ресейдің экономикасы Қытай юаньына байланып қалды десек те болады. Өйткені ондаған жылдар бойы Ресей шет елдерге шикізат сату арқылы жинаған ұлттық қорын, яғни оларда фонд национального благосостояния деп аталады, яғни ұлттық қорының жартысына жуығы юань менен сақталған. Мысалға нақты айтатын болсақ, 6,4 триллион рубльға жететін бұл қорда қаражат бар деп айтылады. Ресейдің айтуы бойынша соның 3,2 триллионы юань қалпында сақталды деп ұлттық
қоры осындай ақпарат таратқан болатын. Яғни дәл қазір қытайлық юань Ресейдің резервтік валютасына айналып келеді. Бұл әрине Ресей тарапының экономикалық тұрғыдан Қытайға қандай да бір деңгейде тәуелді екендігін білдіреді. Егер де сіз қарапайым экономика арнасына тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Путин Украинаға шабуыл жасау арқылы Еуропаны қорқынышта ұстауды, ақш-қа сес көрсетуді және өзінің әскерінің қаншалықты күшті және қуатты екенін орталық Азия елдеріне көрсетуді көздеген болатын. Алайда оның бұл жоспары орындалмай қалды. Керісінше қазір енді Ресей Федерациясының экономикасы еуропалықтар мен Америка құрама штаттарының салған санкцияларының кесірінен күннен күнге құлдырай берді, және де бұл дағдарыс ресейліктердің Қытайдың қол астына кіруіне күн санап арттырып келе жатыр. Ал Қытай үшін бұл әрине пайдалы. Ресей Федерациясының президенті Владимир Путиннің билікте отырғаны Қытай Компартиясының басшысы Си мырза үшін аса пайдалы. Ол үшін Ресейдің соғыста жеңгені де жеңілгені де маңызды емес. Ең бастысы бұл соғыс ұзаққа созылып, санкциялар одан ары Ресейде қыса түссе және Ресей Қытайға арзан газ бенен арзан мұнайды, арзан көмірді бұдан да көп мөлшерде жіберсе деген ойда. Дәл қазір Ресей Федерациясының бұл соғыста жеңілетіні анық дәлелденгендей және белгілі болғандай болып тұр. Себебі экономикалық сандар мен цифрлар солай дейді. Европа елдерінің көмегімен Украина әскері күннен күнге күш алып бара жатыр. Ал әлемнің екінші армиясы саналатын Ресей Федерациясының қауқары күннен күнге сарқылуда. Дәл қазір әлемдік экономисттер, журналистер мен саясаткерлер соғыста кім жеңеді деген сұрақты емес, бұл соғыстан соң Ресей жеңілетіні анық болды және Ресей жеңілгеннен соң Ресейде не болады деген сұрақ одан әрі көбіректеу толғандыруда. Себебі Ресейде дәл осы билік, яғни Владимир Путин билікте қала беретін болса, Қытайға одан әрі пайдалырақ болмақшы. Бұл әрине Америка құрама штаттарын қуантпайды. Ал Қытай Компартиясының басшысы Си Цзиньпин үшін Владимир Путиннің билікте неғұрлым ұзақ отырғаны пайдалырақ. Енді ол өзі жаңадан басшы болып сайланып алғаннан кейін Владимир Путиннің де келесі жылғы сайлауда жеңіп шығатынына сенім білдіремін деп айтқан болатын. Себебі ол Владимир Путин өзінің елін, яғни Ресей Федерациясын Қытайға арзан бағада сатып жібергенін жақсы біледі. Себебі дәл қазір Владимир Путин үшін Ресей Федерациясы оның ұлттық мүддесі, мемлекеттік мүддеден гөрі өз басының пайдасы әлдеқайда маңыздырақ болып тұр. Яғни Путин барынша билікте ұзақ қалғысы келеді. Себебі ол оның бас амандығына кепілдік беріп отыр. Дәл қазір әлемдік саясаткерлер, оның ішінде әсіресе Америка құрама штаттарының экономистері Ресейдің бұл соғыста қаншалықты шығын шеккенін, немесе Украинаның қаншалықты шығын шеккенін емес, Ресейдің салынған санкциялардың арқасында Қытайдың қаншалықты көп табыс тапқанын есептеп әуре болуда. Өйткені бұл сандар өте көп болуы мүмкін. Себебі Ресей Европа елдерімен, Америка құрама штаттарымен саудасын санкциялардың кесірінен тоқтатқандықтан Қытаймен байланысты бірнеше есеге өсіп кеткен. Қытайдың экономикалық тұрғыдан бұлайша тез баюын Америка құрама штаттары әрине қаламайды. Сондықтан да қосымша Қытайға да санкция салуы мүмкін деген қауіп төнуде. Жақында ғана Си мырза өзі қайта басшылық болып сайланғаннан кейін генералдардың барлығын қатарынан тұрғызып қойып, үлкен соғыс болуы мүмкін деген сияқты сарында оларға тапсырма берді және Қытай әскерінің барынша дайын болуын көздеді. Себебі Тайвандағы жағдай ушығып келеді. Владимир Путин өзінің қате іс-қимылдары арқылы тек өз елінің емес, басқа әлемдік деңгейдегі бірнеше мемлекеттерге экономикаларына тікелей әсер етті. Оның ішінде Қазақстанда бар, яғни Ресейдегі болған мобилизациядан кейін Қазақстанға орыстардың көптеп ағылуы байқалды. Бұл туралы біз бұрын видео жасаған болатынбыз, яғни Қазақстанға
орыстардың келуі олар Қазақстан экономикасына қалай әсер етеді дегенді талқылаған болатынбыз. Сол туралы видео сілтемеде қазір шығады осы видеодан кейін, соны да көріп шықсаңыз болады. Путиннен қашқан орыстардың Қазақстан экономикасына қалай әсер еткені жайлы видеоны сіз көріп шығыңыз, ал біз сізбен қоштаспаймыз. Аман сау болыңыз деп айтамыз.